Сәлем достар! Бүгін ең дәмді бауырсақтар дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, сап-сары болып шығады және ертесі күні қатып қалмайды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Құрамына керек өнімдердің барлығының мөлшерін видео астындағы сипаттамадан қараңыз. Барлық өнімдердің температурасы және бөлме температурасы міндетті түрде жылы болу керек. Бауырсақтарымыз да дайын болды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар және келесі рецептте кездескенше.